Қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай бетінде тәтті салмасы салынған пирог дайындайтын боламыз. Төрт жұмыртқаны миксермен болмаса венчикпен араластыруға да болады. Осылайша әбден араластырып, көпіре бастағанда 200 грамм құмшекер қосамыз. Ол 17 ас қасық болады. Қажетті заттарды сіздерге таразды қолданбай, қасықпен өлшеп салуға ыңғайлап жазып қоятын боламын. Кәдімгі пісте майдан 10 ас қасық, ол кәдімгі шай ішетін кеседен жартысы болады. Айран тола бір кесе, шым-шым тұз қосасыздар да, шетке ала тұрып, 20-22 ас қасық ұнға, 1 ас қасық толтырмай, разрыхитель қосып, бөлек ыдыста араластырып аламыз да, миксерлеп жатқан сұйықтығымызға жаймен қосып, қою қаймақ болғанша араластырып, егер қамырыңыз сұйық болып жатса, 1-2 ас қасық ұн қосып салуға болады. Пирогымыздың тәтті салмасын дайындаймыз. 300 грамм творыққа 4 ас қасық құмшекер, 1 шай қасық ваниль және 1 жұмыртқаны жарып, блендермен крем секілді сұйық болғанша араластырамыз. Блендер болмаса да, жақсылап араластырып, кәдімгі ситодан өткізсек, осындай масса болады. Міне біздің салмамыз дайын. Енді бұны кондитерлік мешокқа салып қоямыз. Егер ондай болмаса, кәдімгі пакетті пайдалануға да болады. Ал енді пирогымызды дайындап қойған, майлап, дайындап қойған формамызға саламыз. Мендегі 28 диагоналды. Осылайша салып, бетін тегістеп, бетіне салмасын өз қалауларыңызбен құйып шықсаңыздар болады. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 30-35 минутқа қойып, әдемі пирогымызды пісіріп аламыз. Ас болсын.